Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең пайдалы майдың жасалу жолын көрсететін боламын. Яғни гахи майы немесе топленое масло немесе тұштылған май деп жатады. Қазіргі уақытта интегративті дәрігерлер осы майды қолдануды ұсынып жатады. Өзіңіз де тамаққа қоссаңыз да өте дәмді. Видеоны өткізбей, видеоны мұқият қараңыз. Ең алдымен таза ыдысқа осы сармайларды салып аламыз. Менде қолдың таза сармайы. Егер сізде қолдың сармайы болмаса, дүкеннің 82%-дан кем болмаған сармайын қолдансаңыз болады. Осылай барлық сармайларды ыдысымызға салып аламыз. Сосын газге қоямыз. Астына жоғары отқа қойып қоямыз. Міне сармайларда жайлап еріп жатыр. Осы уақытта астына жоғары отта тұруы керек. Міне сармайда толықтай еріді. Көріп тұрғандарыңыздай уже қайнап жатыр жайлап. Осы кезде майды араластырып тұрамыз. Көп болса майыңыз тасып кетуі мүмкін, көпіріп. Осылай жақсылап араластырып, астыны жай отқа қойып қоямыз. Міне астыны жай отқа қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай май жай қайнап жатыр. Көбіктері шетке алынып. Осылай май жай қайнау керек. Арасында осылай араластырып тұрамыз. Себебі астындағы тұнбасы астына жабысып күйі мүмкін. Осылай арасында жақсылап араластырып тұрамыз. Міне гахи майды дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түсі тынық, сап-сары болып шықты. Менде 30-40 минуттай қайнаттым. Осындай түске кіргенде май дайын болады. Бұдан артық қайнатсаңыздар, май күйіп кетуі мүмкін. Гахи майды ыдысында 15-20 минуттай суытып аламыз. Кішкене суығаннан соң осындай банкілерге бетіне сүзгішті қойып, осылай барлық майларды құйып аламыз. Құйып болған майды бөлме температурасында толықтай суығанша суытып аламыз. Суығаннан соң бетін жауып, бөлме температурасында да сақтай берсеңіз болады. Ешқандай ашымайды, иісі де шықпайды. Немесе бетін жауып, холодильникте сақтасаңыз да болады. Сіз де осы әдіспен гахи майын жасап көріңіз. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.